Біздің Ханафи мазхабындағы көп бауырлардың ішінде осы бір нәрсе пайда болды. Ол ридда мәселесі. Жұрттар сол Диабант медресесінде оқып жатқан жігіттерден уағыз естеді. Алла разы болсын. Естсін, Ханафи мазхабы ғой дейді. Бірақ ол кісілер негізі біріншіден біздің елге фатуа шығара алмайды ғой. Олардың фатуасы бізге жүрмейді. Екіншіден, олардың оқып атқан кітабы, олардың өздері талаба ілімдер. Талаба ілім. Бір кітапты ғана, бір шетін ғана оқып беріп жатыр. Ол заманына қарай, жеріне қарай, еліне қарай фатуасы өзгеріп отырмай ма? Бұлар келіп былай айтады: мәулітті тойлауға болмайды дейді. Неге десең, мынандай түрде тойлауға болмайды. Ер мен әйел араласып отыр. Сол жер харам болды. Ана жерде музыка айтылып жатыр, ол жер харам болды. Мына жерде ондай болып жатыр, бұл жер харам болды. Сондықтан бұл отырыс болмайтын отырыс дейді. Бәрекелді. Ер мен әйел араласып отырса, бір қыз бір еркек, бір қыз бір еркек болып отырса, одағы мақсат не еді? Егер сондай отырыс болса, иә, бұған дініміз дұрыс емес деген. Бірақ бір жерде отырғанда бөлек-бөлек орындықта болса, яғни бөлек қатарлары бөлек болса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешітінде мынандай әйелдерді бөліп қоятын забор болған емес. Бұл бида. Басқа бөлмелерге әйелдерді кіргізіп қойып оқытқан емес. Пайғамбарымыздың заманда еркектер тұратын, одан кейін балалар тұратын, одан кейін әйелдер бәрі бір мешітте отырып, пайғамбардың сөзін естетін. Әйелдер орындарынан тұрып сұрақ қоятын пайғамбарымызға. Исламдағы әйелдің орнын білмейді көп адам. Үйіне апаратта әйелін қамап қояды. Неге десе, дін осыны бұйырды дейді, әйел үйден шықпау керек дейді. Қай жерде айтқан, айтыңызшы. Қай жерде айтқан? Пайғамбарымыздың жанында соғысқа да барған әйелдер. Жара таңу үшін. Жара таңу үшін дегенде ойлаңыз, тек қана өзінің күйеуінің жарасын таңып беріп жүре ма? Енді қалғандарын ұстауға болмайды ғой, қалғандармен араласуға болмайды ғой деп. Жоқ. Қайсысы жарақаттанса бәрібір сүйреп ап келіп жарасын таңып береді. Пайғамбарымыздың мешітінің жанында кішкентай медицинский центр болған, білесіздер ма? Сол медцентрдің медигі, маманы әйел кісі болған. Жұрттың бәрі сол кісіге көрінетін болған. Сол кісіден ем алатын болған. Пайғамбарымыздың мешітінің жанында шатыр болатын. Сол шатырда отыратын әлгі әйел кісі. Адам қабылдап көретін. Пайғамбарымыздың заманда мешіттің ішіне кіріп, аралап су беріп жүретін әйелдер болған. Шөлдеген адамдарға. Сыртында арырақ тұрып, сауда қылып, жұртқа базарға шығып, базардың ішінде де жалғыз әйел бір өзі сауда қылып жүретіндер болған. Бауырлар, сол сауда қылатын әйелдердің бірі пайғамбарымыздың әйелі, Сафия деген әйелі. Ол кісі тігін өнерінде болған. Тігін тігеді екен де базарға барып сатады екен. Біз әйелдің ақысын білмейміз. Сөйтеміз да діннің бір шетін естіп алып, бет алды балтабайлыққа саламыз. Болды, осылай болу керек дейміз. Егер солай болу керек болса, пайғамбар істеу керек еді ғой соны. Бұны ғалымдарымыз сәддән лизарая, күнә көбейіп кетпесін, адамдар бұзылып кетті деп істеді. Бірақ бұл ғалымдардың ойлап тапқаны. Ал шындап келсек, бұл нәрсе діндегі жаңалық. Істемесеңіз де болады, міндет емес.